Армысыздар, қайырлы таң, көңіл-күйлеріңіз қалайсыздар? Менің көңіл-күйім керемет, тамаша. 7 желтоқсан, Пауло Коэльодан оязық. Где сердце, там и сокровище. Оно нас не предаст и не обманет. Мы должны всегда научиться слушать сердце. Пауло Коэльоның «Алхимик» атты кітабы әдеби классикалық рухани жанр. 4 сағаттық видео кітабын 2 сағатта жоғарғы жылдамдыққа қойып қарадым. Өзім жадым соған үйренген. Және әдеттегіде эссе жазып, өзіме ұнаған жерлерін жазып алып отырдым. Осы кітапты қорытындылаған кезде әр адам, әр істе өзінің жүрегін тыңдап үйрену керек екен. Сол кезде шатаспайды, сол кезде бұл өмірде қателіктерді аз жасайды екен. Алхимик, алхаким, қойшы бала Сантьягоның қазынаны іздеу жолында қазына, нағыз қазына біздің жүрегімізде екенін түсіндіреді. Және іздеп бара жатырған қазына сол жерде екенін біле тұра, оны айтпайды. Әр адам өзінің тағдырын жасау жолында, мақсатына жету жолында өз өмірін өзі жүріп өту керек екен. Және жүрегін тыңдап, белгілерге сеніп, солай өмір сүру керек екен туралы түсіндіреді. Және қателіктер мен кедергілердің барлығы ол уақытша екенін, бірнеше жыл бойына жүріп барған қазына ол жерде емес екенін, ол үйінің алдында екенін, сол туралы айтылады. Біз әр білімді алған сайын, әр кітапты оқыған сайын жаққа қарай өзгеріп отырамыз ғой. Мен өз ата-бабаларымыздың оязығын 3 жыл бойына айтып, менің әдеби тілім дамыды. Және қазір орысшаны білем әрине, бірақ та көп орысша сөйлемегеннен тілімді сындырайын деп орысша оязықтар айтып жатырмын. Және ағылшынша да дамып жатырмын. Неге деген кезде біздер психологиялық білімді, гипнотерапиялық білімді және йогада алған білімдерімізді тек қана қазақша тілінде беріп қана қоймай, біз оны орысша тілде де бере алуымыз керекпіз, ағылшын тілінде де бере алуымыз керекпіз. Қазір біздің білімдерімізде сенсация болып жатыр, рактан жазылып жатыр, ревматоидный аурулардан, артриттен жазылып жатыр, зобтан жазылып жатыр. Сол осы сенсациялық білімдерімізді біздер жоғарғы деңгейде, әлемдік деңгейде әлемге айтуымыз керекпіз. Сол үшін алға қарай дамып жатырмын. Және Үнді қаласына мастерден сабақ алуға йогадан жақын арада жоспарлап отырмын. Өзім де йогадан